Ал балалар үй тапсырмасын сұрақ жауап арқылы қорытындылап өтірек. Әр сұраққа жауап берген сайын қасымызда оқушымен жылжып орын ауыстырып тұрамыз. Жарай ма? Келістік па балалар? Енді бұл менің қолымдағы не деп ойлайсыңдар? Сендерге түсіп тұрған жарық күн, е? Сол сұраққа жауап беру арқылы жаңағындай орнымыздан бір жылжып тұрамыз. Жарай ма? Дайынбыз балалар? Күн сәулесі неліктен тіршілік көзі деп аталады? Кім айтады бала? Күн сәулесі бізге жылу мен жарық береді. Өте жақсы, жарайсың. Күн сәулесі және жарық береді екен. Онда бір орын жылжимыз. Жарайсыңдар. Келесі сұрақ: қандай жағдайда су көтеріледі, қандай жағдайда су қайтады? Кім жауап береді? Ай мен жердің арасында тартылыс күші болып тұрады. Суда да үстіге көтеріліп астыға түседі. Тартылыс күші әсер етеді. Неге байланысты екен? Не әсер етеді екен? Ай мен күннің тартылыс күші әсер етеді екен, е? Жарайсыңдар. Келесі сұрақ: жылжимыз орнымыздан. Жылжыңыз. Жарайсыңдар. Келесі сұрақ балалар: мұхит жағалауында су тәулігіне неше рет көтеріліп қайтады? Кім жауап береді? Жауап бере ғой. Мұхит жағалауы су тәулігіне 2 рет көтеріледі. Өте жақсы. Мұхит жағалауында су тәулігіне қанша рет көтеріледі екен? Тәулігіне 2 рет көтеріледі екен. Жарайсыңдар. Модулін жасап тұрмыз? Жердің модулін жасап тұрмыз. Өте жақсы. Бұл бізге түсіп тұрған не деп ойлайсыңдар? Күн. Сол күн бізге нұрын, жылуын шашып тұр, е? Жарық беріп тұр. Сол арқылы біз сұраққа жауап беру арқылы жердің модулін жасап, жердің қалай қозғалғандығын анықтадық, солай ма? Демек, бүгінгі жаңа тақырыбымыз жер күнді айналғанда не өзгереді деген тақырып. Түсіндік пе? Батыстан шығысқа қарай айналады. Сондықтан бізге күн шығыстан шығып, иә, Күн болмаса қайтер еді? күн жарықпен жылудың көзі. Білем, күн. Ал балалар, сіздердің қолыңызда, барлығыңызда мынандай бағалау парақшалары бар, е? Демек, бұл не деген сөз? Сендер әр тапсырманы дұрыс орындаған сайын, әр оқушы өзін жеке бағалайды. Бір сұраққа жауап беріңдер ма? Міне, мынау ненің суреті? Иә, аспан әлеміндегі ғарыш. Сондықтан осы ғарышты жоғарға қарай әр дұрыс жауап берген сайын жылжытып отырамыз. Қараңдар. Дұрыс түсіндік қой, е? Әр дұрыс жауап берген сайын зымыранды не істейміз? Иә, жоғары қарай қозғалтамыз. Түсінікті ғой, е? Бұл енді сендердің өздеріңіздің жеке бағалауыңыз ғой, е? Әр оқушы өзін бағалайды. Ал мен оқушыларды әр дұрыс жауап берген сайын аспан әлемдегі немен бағалаймын? Жұлдызшамен бағалаймын. Түсінікті ғой, е? Әр топқа дұрыс жауап берген сайын жұлдызшаны таратып отырамын. Мезгілдерінде ауысулар барлық аймақта бірдей емес. Өте жақсы. Келесі топ, келе қойыңыздар. Жер бетінің температурасы күн сәулесіне қалай әрі қаншалықты түсуіне байланысты. Иә, жер бетінің температурасы жердің қалай және қаншалықты күннің түсуіне байланысты. Өте жақсы отыра ғой. Жер өз-өзінен айналған кезде күнге өз бүйірімен қарайды. Өте жақсы, жарайсыздар. Ал балалар, олай болса бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрамыз. Күн болып нұрымызды, жылуымызды, жарығымызды шашайықшы. Күн болып. Енді келесі күн болып тыныштықта ұйықтаймыз. Күн болып шашамыз. Түн болып ұйықтаймыз. Ал балалар, менің қолымда қағаз қиындылары, сіздерге осы қиындыларды беру арқылы сендер аспан денелерін құрастырасыңдар. Келістік пе? Иә. Бастаймыз. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз қызықты, түсінікті болды деген оқушылар болса, әрине қолымыздағы жұлдызшаларымыз қайда жабыстырамыз? Зымыранға. Ал сабақ қызықты болды, бірақ сұрақтарым бар деген оқушылар болса, қайда жабыстырамыз? Ұшаққа. Ал сабақ қызықсыз өтті, түсінбедім дегенде парашюттың тұсына жабыстыра қойыңыздар. Келе қойыңыздар балалар. Өте жақсы, жарайсыздар. Аспан әлемін жұлдызбен керемет әдемі қылып көріңіз.